Мәжіліспен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлауы бір күнде өтеді. Оған қанша партия қатысатыны әлі нақты белгісіз. Бүгіннен бастап кандидаттар мен партиялық тізімдерді тіркеу басталды. Оған 18 ақпанға дейін уақыт беріліп отыр. Одан кейінгі бір ай үгіт насихат науқаны. Ал мәжілістегі ассамблеяға тиесілі 19 мандат енді болмайды. Олар сенатта отырады. Яғни бұдан былай төменгі палатада 107 емес 98 депутат. Оның 30%, яғни 29 депутат мажоритарлық жүйеде сайланады. Демек, ешқандай партияда болмай-ақ өзін-өзі ұсына алады. 69 депутат партиялық тізімдер бойынша қатысады. Бұл биылғы сайлаудың жаңашылдығы. Екі сайлауды бірге өткізу сайлаушылардың уақытын, мемлекеттің қаржысын үнемдейді. Осы саяси науқанға 33,4 миллиард теңге бөлінді. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров сайлаудан кейін парламентке халық таңдаған адамдар өтетініне сенім білдірді. Яғни алда мүлдем басқа парламент болады. Сонымен 8-ші шығарылым депутаттарының сайлау науқаны бүгінен басталды. Ол үшін күнтізбе бекітіліп, комиссия тиісті қаулыны бекітті. Кемінде бір палата толығымен тек халықтың тікелей дауыс беруімен құрылу керек деген. Біздің конституциялық реформаның нақты өзекті бір шешкен мәселесінің бірі мәжіліс осы алдағы 8-ші шақырылымы толық халықтың тікелей жасырын дауыс беруіне байланысты құрылады.